Сәлеметсіздер ме достар? Менің каналыма тіркеліп пікір жазуды ұмытып кетпеңіздер. 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні. Қазақтың байтақ даласы бүгінде 130-дан артық ұлт өкілдеріне ортақ отан болып тұр. Сол себепті де 1 мамыр халқымыздың бірлігі күні болып есептеледі. Әрі бұл күн Қазақстан халқы үшін ең ірі мерекелердің бірі. Еліміздің барлық өңірлерінде дерлік 1 мамыр тойланады. Мақсаты ел ішіндегі түрлі ұлт пен дін өкілдерінің бір-біріне деген сый құрметін арттырып, татулықты, бірлікті, ортақ құндылықтарды насихаттау. Бірлік болмай, тірлік болмас деген атам қазақ. Берекені көздеген ел мерекелі тірлік жасаудан жалықпаған. Береке бастауы бірлік, ел іші татуы тірлік қағидасын ұстанған ел үшін бұл мейрамның орны бөлек. Жыл сайын атаулы мерекеде Қазақстан аумағында тұрып жатқан 130-дан астам ұлт пен ұлыс өкілдері киелі қара шаңырақта тату-тәтті, береке мен бірлікте, бейбітшілік пен ынтымақта өмір сүріп жатқандығын тойлайды. Еліміздегі этностарды бұрынғыдан да жақындастыру үшін бүкіл Қазақстанда жаппай патриоттық шерулер өтеді. Қазақстанның бірлігі күні барлық балабақшалардан бастап, мектеп, университеттерде, колледждер мен ЖШС, жекеменшіктегі кәсіпорындар мен мемлекеттік ұйымдарда айтарлықтай атап өтіледі. Мақсаты Қазақстан халқының бірлігін нығайту, жастарды достық пен ынтымақтастыққа өмір сүруге тәрбиелеу болып табылады.